Сәлеметсіздер ме? Біздің кулинарлы каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен осындай американдық печеньенің рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен бізге керек заттар осы жерде көрсетілген. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, үстіне қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Енді оның үстіне жұмыртқа мен жүгері крахмалын салып, тағы да миксерлейміз. Енді оның үстіне құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салған жөн. Қамыр шыға бастаған кезде оны қолмен немесе қасықпен араластырамыз. Біздің қамырымыз осымен дайын. Кейін осы қамырдан бір ас қасық қамыр алып, содан шариктер жасаймыз. Оны пергамент қағазына қоямыз. Енді оны тоңазытқышқа 30 минутқа қойып, содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын. Егер видеоны лайк басып, комментарий жазып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода не пісіргенімізді қалайсыздар, соны комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған үмітпен жадыра, сау болыңыздар.